Мен ұйықтай алмадым. Шаруа жаман жаққа өрбіп, одан бетері қауіптенді. Ерте ме кеш пе шындық шығады. Сол кезде қытайлықтар мен Винчи ғана емес, Фалькон да бізге қарсы шығады. Біз бастаған кезде мен бәрін бұлай елестетпеген едім. Менің көз алдыма құрмет пен еркіндік, ақшалар, көліктер, әйелдер елестеген еді. Мен бұның бәрін азды көпті етіп алдым, бірақ олармен бірге түрме, үнемі қорқыныш және жолдастарымның қаны келді. Мен қаншалықты қолымнан келгенше соншалықты қалықтап тұрдым, бірақ мүмкіндіктің бәрі азая берді. Енді бұл тек уақыт еншісіндегі сұрақ.